Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Өзімнің телеграм арнамда Тон Агро Фарм ойыны жайлы жариялағам. Көбісі кірді де, бірақ одан ары қарай жұмыс істемеді. Өйткені достар, бұл ойында механика түсіну керек. Яғни достар, бұл хайп жоба емес, бұл P2P торговля арқылы табыс табу. Яғни сауда-саттық арқылы табыс табу. Егер достар, бұл ойынды бірінші рет көріп жатсаңыздар, онда сіздерге арнайы бұл бейнероликті түсірдім. Яғни бұл жақта түсіну үшін қалай ойынды ойнап табыс табу керектігін. Осы телеграм боттың сілтемесі мына видеоның комментариясында тұр. Кіресіздер, егер де телефон арқылы кірсеңіздер, TonKeeper кошелекті міндетті түрде сіздер привязка, яғни тіркейсіздер. Бұл болашақта TonKeeper кошелек арқылы сіздер ақшаны құясыздар және де шығарасыздар. Ақша құю жайлы айтылған кейін бірден көрсетіп кетейін, бұл жақта қалай ақшаны құю керектігін. Плюсикті басасыздар және де мысалы 5 тонн құям десеңіз 5 тонн басасыздар да, және внести тонн деген басы арқылы сіздер TonKeeperға лақтырады, одан кейін сол жақтан арқылы ақшаны құясыздар. Бастапқыны бастау үшін сізге 5 тонда жеткілікті, ал бұлымыз 5 тоннымыз доллар ретінде $8, теңгелей шаққан кезде бір 4 мың теңгедей керек бастапқыда. Немесе салымсыз ретінде бастасаңыздар да болады, оның жолын қазір сіздерге айтамын. Жануарлар бар. Кішкентай ара, үлкені, яғни сиырдың үлкені кішісі деген сияқты. Ешкіміз бар, тауығымыз бар, және де шошқамыз бар. Әр жануардың өз механикасы болады. Яғни сұрайтын өз энергиясы болады, және де сізге алып келетін табысы, яғни продуктысы. Ол мысалы тауығымыз жұмыртқа алып келеді, сиырымыз сүт алып келеді деген сияқты. Енді мысалы мен нақтырақ мен өзім кішкентай араны сатып алдым. Акция ретінде, скидка ретінде 50% акция отты, яғни 9500-ді мен 5700-ге алдым. Екі баға төменірек. Одан тағы да сондай акциямызда 47 штук қалды екен. Одан мынандай пчела уже акция біткетті дейді. Жақсы. Производство енді подсказканы түймені бассаңыздар, мына жақта толықтай оқысаңыздар болады. Яғни 20 секунд сайын сізге 5 минут алып келеді, және де бірақ та 30 энергия алады, яғни лактоза. Лактозаны қайдан аламыз, соны қазір тоже айтатын боламын. Фермаға өтейік. Мына мен сатып алған, қазір маған доходты алып келіп жатыр, және де энергияны да құртып жатыр. Жоғары қарасаңыздар, менде 361 бал бар, және де 36 лактоза бар. Бұны мен қайдан алдым? Яғни мёдты түсінікті жағдайы, мен бұны пчеладан алып жатырмын, яғни арадан. Мына түймені бассаңыздар, подарка дегенді. Мына 361 болды, менде 371, мына нақты қарасаңыздар. Яғни нақты маған 20 мёдты алып алдым. Енді әр қайсын пчеланың өзінің шкаласы болады. 780 шкала, яғни 780-ге жеткеннен кейін, бұл жақта, егер сіз ұзақ кірмей кетсеңіз, 780-мен бұл тоқтап қалады пчела табысы. Сондықтан сізге кіріп отыру керек, жиі кіріп отыру керек, и мына жақта балды шешіп отыру керек. Және бұл жақта бізге лактоза сұрайды. Лактоза бұл энергия. Энергияны біз қайдан аламыз, лактозаны? Оны біз рынок арқылы аламыз. Рынокқа кірейік, и мына жақта төмен жақта қазір көрсетемін сіздерге. Мед шығып жатыр, жұмыртқа шығып жатыр в основном. Мына лактоза 177, 121, бұл количествоға қатысты достар, қымбаты арзаны болады. 120, яғни осы лактозаны сату арқылы сіздер мына жақта энергияны толтырып отырасыздар. Мысалы энергияны басамын, менде өзімде 36 лактоза бар. Нақты максимальнады басып, кормит деген басам. Все, мен мына жақта энергияны толтырып қойдым. Энергия біткен жағдайда до нуля. Бұл да сізге табыс алып келмей тоқтап қалатын болады. Сондықтан бұл жақта сіздерге лактозаны құйып отыру керек, және де табысын шығарып отыру керек. Әр жануардың механикасы сондай достар. Енді табыс алып келетін әрқалай, басында айтқандай. Жақсы. Енді сіз тапқан, яғни мед берген табысын қалай оны ақшалы ретінде аударамыз. Ол үшін рынокқа қайтадан өтеміз. Мына жақта продать деген басып, и біз медті сататын боламыз. 371 медтің мен қазір енді көбісі 371 алмайтын болады, сондықтан мен бірінші 25%-ын продукт ретінде салып қоятын боламын. 0.7. Енді қазір сәтте мен бұны көтерсем болады, яғни минимальный цена 0.6 прилагать тұр. Мен бұны түсірсем болады, 0.6 ретінде сатсам, тез сатылып кетеді, или мен көтерсем болады, 0.7, 0.8. Бұл ұзаққа сатылуы мүмкін, яғни күтуіміз ұзақ болады. Сондықтан мен өз құнын сұраймын, 0.7. 0.6 десем тез сатылып кетеді. Бұл тезімен сатылады, бірақ та біз минусқа ұшырап кетуі мүмкін. Сондықтан өзім белгілеген құнымен сататын боламыз. Окей, басамын.
тағы да продажа салам. Енді қазір менде 65 мыңы біреу көрсетіліп тұр. Продать деп басамын. Тағы да мёдты басып, давайте 50% сатам. Окей. И тағы да саламын. Чтобы адамдар тезірек алып кету үшін. Егер көп бірден болса, олар ақшалар жетпей қалуы мүмкін. Максимально басам. Так, все, болды, салдым. Міне мен бөліп тастадым. 371 деп тұр, енді қазір обновить етейін. Страницаны 37 міне менде мёд қалды. Осы арқылы, яғни бұны қазір біз табысын аламыз, яғни примерно 200 монетадай аламыз. 200 монетаның енді табыс ретінде шығарамыз, әлде оны корм ретінде құртамыз, оны тағы да өзіміз шешеміз. Бұл стратегия. Яғни сіздер тапқан монетаңызды бағанаға мына жаққа кіріп, продуктыға, и мына жерде мёд емес. Так, артқа өтейік, рынокты басайын. Заказ, яғни сіздер мына жақта лактоза алсаңыздар болады, яғни бана монетаға, немесе оны шығарып алсаңыздар болады, ақшаны қалай шығарамыз? Профильден басамыз, вывести, мына жақта 100% дейсіздер. Енді бұл жақта минимальный вывод 1000 монета, и я понимаю, вывести сейчас деген басасыздар, и сіздің тонкипер кошелегіңізға тонкипер ретінде түсетін болады. Бұл жақта 5% комиссия стайды. Яғни достар, бұл ақшаны қалай табыс көзін көреміз? Сіздер сатып алу арқылы. Соның арасында монета қалып қалады. Соны жинайсыздар, и сонда вывод ретінде шешесіздер. Одан бөлек бұл жақта конкурстар болады. Мысалы, мынаны бассаңыздар, промокод. Промокодты қаяқтан аласыздар? Өздерінің сообществолары бар, и группалар бар, телеграм группалар, сол арқылы сіздер кодтарды алуға болады. Там арасында салып отырады промокодтарды, ол тонкипер немесе монета сіздерге тегін берілетін болады. Және де өздерінің акциялары болады, конкурстарға қатысып, бұл жақта тоже табыс тапсаңыздар болады. Тағы да өтейік, артқа задание деген бар. Задание кірсеңіздер, мына жақта задание істеу арқылы тоже табыс алсаңыздар болады. Перейти, яғни өздеріңіз чаттарына, сообществосына тіркейсіздер, перейтиден басып арқылы. Жақсы. Және калькулятор бар. Мен көзім жеткендей. Бұл жақта мысалы пчеланың табысы қандай күнделікті, жалпы қандай доход түседі, соны мына жақта калькулятор арқылы есептесеңіздер болады. Лактоза ценасы, мысалы өзінің ценасын қоясыздар. Мёд цена бағаны біз қаншаға саттық? 6-ға саттық, 6 деп қоясыз. Жоқ, өтірік сұрағым, 7-ге саттық. 7 деге. И лактоза қанша кетіріп жатыр? 8 кетіріп жатыр біз. Сол арқылы сіздер дневной доход, мына қанша минусқа түседі, соның бәрі көрсетіліп отырады. Чистый прибыль біз минусқа түсіп кетті. Сондықтан бізге бұл жақта лактозаны бір плюсқа шығаратындай есептеп шығаруға болады. Жақсы. Енді команда өтейік. Бұл жақта партнерская программа өте жақсы. Сіз әр адам шақырған үшін 1-4 коинс беріледі. Одан бөлек ол животный сатып алса 16%-ын сізге процент ретінде береді, және 2% егер олар продажада сатса или сатып алса, соның пайызын сізге беретін болады. Яғни жақсы пайыз табыс түседі рефералдардың арқасында. Басында айтқандай салымсыз ретінде табыс табам десеңіздер, онда осы адамдар шақыру арқылы сіздер монета жинайсыздар, и потом сатып аласыздар. Енді 5 монета жинау, кішкене ұзақта болады. Лучше мына жақта арзанырақ тұратын жануарлар бар. Ең арзанымыз көрейік. Мына жақта 1500. Мен ойымша бұл жақта курица, курицамыз 500 монета толтырасыздар, и болды сатып аласыздар салымсыз ретінде. Енді бұл жақта қалай ақша шығарғанды бәрін қазір кейін келесі бейнероликте көрсетемін. Қалай ісім жүзеге асты ма, стратегиям дұрыс орындалды ма, соны жайлы келесі бейнероликті шығаратын боламын. Сондықтан келесі бейнеролик күтіңіздер, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Сау саламатта болғанша достар.